Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Менің каналымның тұрақты көрермендері. Өздеріңізді бақытты сезініп жүрсіздер ме? Неге олай сұрадым? Себебі біз адам баласы барлығымыз бақытты болғымыз келеді. Біреуге тілек білдірсек те бақытты бол деп тілек білдіреміз. Бірақ бәріміз бірдей бақытты сезінбейміз. Неге? Себебі бақ әуелі адамның балағына ілінеді екен. Балағына ілінген бақты көтере алмаған аяғын шалыс басып жүресінен жаңылады. Егер аяғына ілінген бақты көтере алса, бақ өрлеп белге жетеді екен. Белге жеткен бақты көтере алмаған не ұрпақсыз қалады, не өзінен тараған ұрпағына кесір етеді екен. Егер беліне жеткен бақты көтере алса, бақ өрлеп кеудеге келеді екен. Кеудеге келген бақты көтере алмағанның кеудесінен нан пісіп, өзгеден гөрі өзін жоғары санағыш болып, мен өр кеуде бола бастайды. Ондайдан бақ кетіп қалады екен. Егер кеудеге келген бақты көтере алса, бақ өрлеп ауызға шығады екен. Бұл кезде сіздің айтқаныңызға ел үйді екен. Ауызға келген бақтың ендігі кезегі көзінде дейді. Көзге келген бақты көтере алмағанның көзін шел басып, бар мен жоқты, жақсы мен жаманды айыра алмайтын халге жетеді екен. Егер көзіне келген бақты көтере алса, бақ өрлеп басыңа шығады екен. Нағыз бақ деп осыны айтады екен. Басына бақ орнаған адам дана адам. Себебі балағына ілінген бақты жоғалтпай басына шығару ол ең ақылдының ісі деген екен Дінмұхаммед Қонаев адам. Енді осыған сүйенетін болсақ, балағына бақ ілінбейтін адам жоқ. Сол ілінген бақты біріміз белге жеткізбей құртып жатырмыз. Біріміз кеудеге шығарып, кеудемізге нан пісіп жоғалтып жатырмыз. Біріміз аузымызға шығарып, қадіріне жете алмай жатырмыз. Ал енді біріміз көзімізге жеткізіп, көзімізді шел басып айырылып қалып жатырмыз. Айтайын дегенім, балағымызға ілінген бақты жоғалтпай басымызға шығаруды сіз бен бізге нәсіп етсін. Сол бақты көтере алатын бізге жүрек берсін. Ал енді жүрекке ондай бақты көтеру үшін иман керек. Жүректеріңізге Алла Тағала иман берсін. Аман болыңыздар, бай болыңыздар, қуатты болыңыздар. Ассалаумағалейкум уа рахматуллахи ва баракатуху.